Құрметті көрермен, қазіргі фотоаппараттан біз бұздық. Ішінде қандай, құрамында қандай металдар бар екен, соны қазір бәрін көріп шығамыз. Енді көріп тұрғанымыз мына жерде құрамында алтындар бар екен. Міне, мыналар бәрі алтын жалатқан детальдер. Оны біз кейіннен бөлек шығарамыз. Міне ондай кусачкамен. Кішкене дала кеш болыпты, уже кішкене қараңғы түсіп жатыр. Сондықтан мен өзімде бүгін бір шаруалармен жүріп қалып, видео түсіре алмадым. Міне мыналар алтын жалатқандар. Оны біздер жинаймыз бұйырса. Так, мұнда не көріп тұрмыз біздер? Мінеке мынандай чиптер бар. Чиптің ішінде құрамында алтыны бар. Міне, 4 бұрышты чиптер. Сосын тағы да ішінде міне мынандай резонатор бар. Міне, ол көміп тұр, сарғайып тұр. Ода құрамында алтыны бар. Оны аламыз тоже. Сосын мына жерде мында SMD конденсатор бар. Құрамында палладий деген металл болады. Мынандай қоңырша, кішкене екі жағындай металлчик цвет бар да, қоңыр. Сосын міне мынандай разъем. Ода міне сарғайып тұр. Көріп тұрмын сізге. Сарғайып тұр. Онда бұйырса жинаймыз, ешқайда лақтырмаймыз. Нажимака біреуін жіберейін. Көреміз. Мына сарғайып тұр, көміп тұр. Камера дұрыс көрсетпей тұр да, негізі мынау сап-сары болып тұр мыналар. Так, мынау өте пайдалы зат екен. Мына ішінде мына артыңғы жағында тоже чип, мынандай разъемдар. И мынандай кнопка. Кнопка ол күміс құрамында. Онда аламыз бұйырса, ешқандай лақтырмай. SMD конденсатор міне. Так, сосын негізі мына переключатель кнопка. Мында да мінеке алтын бар. Міне, мына сарғайып тұр. Ол алтын жалатқандар. Мына батарейка қосылатын не ғой, разъемдар ғой. Бірақ ондай көп емес құрамында, бірақ сарғайып тұр бүткіл мына несі, ножкасы. Мына жер қалыңдау бар, жалатқан кәдімгі алтында қалыңда көміп тұр. Ал мынаушы тек сәл-сәл. Сонда да аламыз соны, ешқандай лақтырмаймыз. Так, және де SMD конденсатор, микроконтроллер, мынандай міне 4 бұрышты, ішінде құрамында алтын болады тоже. Так, мына кнопка, оны до конца ашсақ, ішінде күміс контакт болу керек. Көрейікші ашып. Мұның астында да кнопка күміс ішінде. Негізі мұна фотоаппарат маған ұнап тұр. Ішінде біраз заттар бар екен. Мұна сірә, мұна алюмин корпус. Алюминге кетеді. Мұна резиндерді алып тастаймыз, қажет емес бізге кейіннен. Алюминдерді біз алюминге жібереміз. Так, мұның ішінде болды, бәрін алдық. Енді бізге қалғаным, міне, мынандай не бар? Зарядка керетін. Ода алтын жалатқан. Ол ешқандай латунь емес. Оны қарап, нетіп, вывод сделал, что это латунь емес, а позолота. Салайық қояқ. Так, бізде қалғаны мынау. Объектив. Объективті біз не істейміз? Оны да біздер аямаймыз. Так, мынау міне сарғайып тұр. Ода алтын.
мына ішіне қарай кіріп батқан дорожкалер, жолдар дейді ғой, жол. Оны білмеймін қандай екен. Мүмкін мыс, мүмкін ол алтын. Бірақ мынау анық алтын жалатқан шлейф. Оны біз лақтырмаймыз, тоже бөлек қоямыз. Так, мұнан ішінде шуруптар көп. Осы оны әдептегідей ашамыз. Міне объективті шашып тастадым. Ішінде енді. Так, мыналар алюминий екен, мына корпус алюминге қосамыз. Мынандай стеклолар бар екен ішінде. Так, мынаның ішінде басқа дым жоқ екен. Механизмдер тек қана. Мына мусор кететін нәрсе. Так, мынау тоже мусор. Мынау тоже ішінде азғантай мыс болу керек, бірақ енді оны так кейіннен көреміз. Енді қалғаны бізде мынау және мынау. Так, ондай қызық заттардан ештеңе көріп тұрған жоқпын. Тек азғантай мінекей мынаның ішінде мыс бар. 0,00 бірдеңе миллиграмм шығар. Так, мынау ештеңе қызық емес, темір. Сосын міне мынаны көрейік. Так, ештеңе жоқ екен, қызық. Енді мынаның ішінде тек болмаса шлейфтің ішінде. Бірақ оны мен қарамаймын да, керек емес те олмаған бұйырса. Так, все, мынау мусор, значит. Объективтен тек қана іште міне. Екі алюмин шықты. Алюминге қосамыз бүйтіп. Мына экран дым жоқ екен тоже. Мынандай жердемде бар екен, бірақ оны мен алмайтын шығармын. Оны сындыру керек. Айнектің астында да мынау. Сондықтан уақ айнек болып ұшады, керек емес ол. Мусорға тастаймын. Так, міне фотоаппараттан шыққан заттар осы. Алтындар бар екен құрамында. Мына азғантай алюмин. Бүгінгі разбор мінекей осындай. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Бәріміз де аман болайық. Каналға тіркелуге ұмытпаң, лайк басуға ұмытпаң. Келесі видеолар өте қызықты болады.